Ауызашардың 26 күніне тауық еті мен ноғат сорпа. Ең алдымен ноғатымызды жылы су құйып, жібітіп бұқтырып қоямыз. Етімізді суға салып қайнатамыз. Қайнаған соң көбігі болады, көбігін осылай алып тастаймыз. Сосын жібіген ноғатымызды салып, барлығын бірге қайнатамыз. Қайнаған соң сәбізімізді саламыз. Ол да піскенше қайнатамыз. Барлығы пісіп, дайын болған кезде картопымызды салып, пісіріп, тұз, дәмдеуіштерін қосып, араластырып, барлығын пісіріп аламыз. Біздің ноғат сорпамыз дайын болды. Өте дәмді, ноғат жұмсақ болып пісті. Тауық етімен өте ерекше дәмді болып шықты. Ауызашардың 26 күніне арналған ас мәзіріміз осындай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.